Сәлем балалар! Бүгін біз көк трактормен бірге бақшадан жемістерді жинаймыз. Әр жемістің атауымен танысамыз. Кеттік ендеше, саяхатымызды бастаймыз. Таңқурай, қызыл тәтті жеміс. Таңқурай, қызыл өте дәмді, жеп көрсең аузың балдайды. Дәруменге бай жеміс, балаларға қуат сыйлайды. Ананас, сары, сырты бүдір, денсаулыққа пайдалы жеміс. Ананасты кенекті, дәмі қандай тәттеді. Тропик жақта өседі, балалар оны сүйеді. Апельсин, қызғылт сары, өте дәмді жеміс. Апельсин дөңгеле, иісі қандай керемет. Қабығы қалың дәмі бар, дәруменге өте бай. Анар, қызыл шырыны мол жеміс. Анар қызыл дәні көп, пайдалы бәрінен де. Шырын дәрі өте тәтті, денсаулыққа күш береді. Манго, сыртыда ішіде сары. Манго тәтті, сары түсті, дәмі балдай, жұпар иісті. Витаминге өте бай, балаларға күш қуат сыйлайды. Банан, сары. Банан ұзын сары екен, же оңай дәмі екен. Қарнымызды тойдырып, күш береді әрдайым. Алмұрт, жасыл жеміс, ең тәтті. Алмұрт жасыл тәтті, пішіні сондай әдемі. Ағашта өсіп тұрады, жесең көңіл көтеріледі. Қарбыз, сырты көк, іші қызыл, шырынды жеміс. Қарбыз үлкен домалақ, іші қызыл өте ақ. Жазда жесек салқын, шөлді жақсы қандырар. Сендер жеміс жидектер мен көкөністердің атауын білесіңдер ме? Алма, банан, қауын, киви, мандарин, жүзім, қарбыз, картоп, қызанақ, қияр, пияз, сарымсақ, баялды, сәбіз, қырыққабат, қызылша, асқабақ. Ең